Мама? Ау, тұңғышым. Мам? Ой, мама, біліп тұрмын ғой мен сіздің қазір не сұрайтыныңыз бар ғой? Уайымдамаңыз. Апай сұрады бар ғой, жаз бойы қайқа қыдырдыңдар деп. Сіз айтқан сияқты тез тұрып шатаспай айтып бердім. Мама, ау, кенжетайым. Мама, білесіз ба? Апай бар ғой, бізден сұрады ғой, қайқа қыдырдыңдар жазда деп ше. Айттың ба апайыңа? Сіз айтқандай айтып бердім. Дубайға қыдырдық, Таиландқа қыдырдық, Америкаға қыдырдық дедім ғой. Еще бар ғой, апай бар ғой, сеніп қалды соған. Сөйтсем апай бейшара бар ғой, ондай қалаларға қыдырып көрмеген екен ғой. Мама? Ау, не болды? Апай сіз айтқандай сұрады. Апайың айттың ба? Сіз айтқандай айтып бердім апайға. Дұрыстап айттың ба? Бірақ апай сенген жоқ. Не үшін сенген жоқ? Түріме қарады да, сен бейшара ауылдан шықпаған сияқтысың ғой деді ғой. Әкең ауыз сүген, әкелеріңнің ше жас кезінде қандай красавчик болғанын білесің ба сендер? Ана шешелерің бар ғой, маған өзі сынып қалған ғой. Еще білесің ба, мен шешеңді жақсы көрсем де, мен сөз салмағанмын ғой шешелерге. Шешең өзі мені жақсы көріп, өзі аяғына жалынып сөз салып, маған тұрмысқа шықты ғой. Мә, папа, красавчик болған десеңші. Ой, жаным, тұңғышым менің, әкең әлі күнге шейін красавчик қой. Мә, папа, сонда сіз маманы жақсы көрсеңіз де сөз салмадыңыз ба не? Я, кенжетайым, әкең шешеңді жақсы көрсе десе, вообще сөз салмаған. Шешең өз ғой атынан жүгір сөз салған. Просто тормоз болғам десе. Тұңғышым, сабақ киімдерімді вишенкаға іліп қойыңдар, жарай ма? Я, мама, міне, рубашкамды іліп қойдым. Қазір ана жақтан шалбарымды ілем, болды сонымен. Әй, кенжетайым, сабақ киіміңді іліп қой вишенкаға, жарай ма? Мама, мынау бар ғой, рубашкам ілінбей жатыр, қалай іледі вишенкаға ил? Өзден іліндірсін ай, мен тамақ ішейін. Бала, сабақ киімді вишенкаға іліп қой. Мама, міне іліп қойдым. Кисем бола ма? Бұдан басқа киім жоқ қой менде. Бала, бүгін сабағынан қанша алдың? 2 алдым бүгін сабақтан. Қазір әкең келсін, басыңды жұлады сенің, асықпа. Балам, не үшін жылап отырсың? Папа, бүгін сабақтан 2 алдым. Сабақтан 2 алдым? Қорықпа, балам. Өскенде мен сияқты строитель боласың. Я, папа, строитель болам. Строительде ақша деген былай. Түсінің ба? Оқымай қой сабақ, керек емес саған. 2 алып жүре бер. Балам, сабағың қалай өтті сен? Сіз кеше айттыңыз ғой, 2 алып жүре бер деп. Не деп айттым? Өзіңіз ғой енді айтқан, строитель боласың, болашақта сабақ оқымай қой деген. Я, строитель боласың, кеттік жүр. Сыртқа стройка жасаймыз. Жоқ, папа, строитель болайын, сабақ оқимын. Мама, апай ше 5000 теңге сұрап жатыр. Не үшін сұрап жатыр? Класстағы терезеге перде аламыз дейді ғой. Ол класстағы перде қайда кеткен? Білмеймін ғой, былтыр апай үйде перде жоқ деп жүрген. Мама, апай тағы бір 15000 теңге сұрап жатыр. Не апайың ақша сұрай береді осы? Сіздер ата-аналар группасына жазыпсыздар ғой. Апай құсап боянып жүрсе, жиналып жүрсе деп. Соған боянатынға бір 15000 теңгеден жинап берсін деген ғой. Апай ше тағы бір 600.000 теңгеден жинап жатыр бәрімізден. Не істейін деп жатсыңдар? Мектеп соғайын деп жатсыңдар ма? Қайрат пен Реалдың футболына барамыз дейді ғой. Тұңғышым, ана үйдегі ше топырлап жүрген мысықтардың бір екеуін сатыңдаршы. Үйдің бәрін бытышын шығар. Я, папа, Оликсқа салып қойғам сатамыз деп. Ай, молодец. Тұңғышым, маған Оликстан бір орыс жазды. Не дейді? Твой кот продается? Твой кот продается? Әкең ауыз сүген менің көтімді қақтан көріш. Не дейді, папа? Тұңғышым, білмей ме? Мына орысың жынды менің көтім туралы бірінші жазып жатыр. Ой, папа, орысша сөйлеп кетсіз, орыстардың бәрі қазақша түсінеді ғой. Қазақша сөйлей берсеңізші. Жарайды, тұңғышым. Менің мысығым сатылады, орыс. Не дейді? Твой кот красивый? Но точно мен мысығым туралы айтып отыр ма? Кенжетайым, бергеші, орысқа жауап берші. Ана орысқа бар ғой, былай деп айтсаң бар ғой, мысықты жылдан сатып алады, ты долбоеб де. Ой, кенжетайым жаным, рахмет. Қазір жазам. Орыс, ты долбоеб. Не дейді? Ортаншы, бергеші. Папа, мысықтың орысшасы кот қой. Котыңды ше, білеме, мысық екен. Мысық сатылады, орысы. Алсаң ал, алмасаң котыңды қысе.
бала шаға, мына жерге кезек ажиман жасаңдаршы. Мен сендердің ажиманияларыңа қарап, болашақта кім болатындарыңды айтып беремін. Тұңғышым, бірінші сен, давай. Тұңғышым, молодец. Болашақта сен спортсмен боласың. Ажимани жасағаннан көрттің ғой. Алқаш, не сонда менің болашағым жоқ па не? Ой, жаным, кенжетайым, жүрегі ғой, жүрегі. Кәне жасас, сенің де болашақта кім болатынын айтып беремін. Жаса кәне. Ой, жаным, бері саған ажиманияңнан көрттің ғой. Сен болашақта депутат боласың. Ұйықтаватсың ғой ботақаным ау. Тұрсайшы, ажимания жасау керек қой. Әкең ауыз сұғын. Ажимания жасау керек қой. Не жасаватсың? Болашақта кім болғың келеді өзі? Тиктокер боламын ғой мынандай. Балалар, мына үйді қарауыз тастап кетіп жүрмеңдер, көшеге қаңғып. Ана шешең екеуміз Алиханның шешесінің сүндет тойына барып келеміз. Жарай ма? Папа, сен сола мені тастап кетіп барасың ба не? Жарайды кенжетайым, жүріп кеттік, бұл жылдан. Кешіп жатып үйдің бұл. Үйді қарауыз тастап кетіп жүрме, мен қазір келем жарты сағатта, жарай ма? Аға, қайда барасың? Мен үйден қорқам. Неден қорқасың? Үйде дым жоқ қой. Қазір күн батады. Светтердің бәрін тексеріп қойыншы, жанып тұрма өзі. Жанып тұр. Жағып қойыншы, алдын ала. Ойбай, ненің дауыс шығып отыр? Кім бар үйде? Ой. Кедей. Папа келді ба? Әкең ауыз сұғын. Шешеңді ұмытып кеттім ғой тойда. Қазір келем. Құрметті достар, осы киномыз 100 000 просмотр жаса, келесі 7-ші сериясын сол күні шығаратын боламыз. Олай болса, дәл қазір осы киноға лайк басып, комментарий жазып, барлық достарыңызбен бөлісіп, жылдам 100 000 просмотрға жеткізіп тастайық.